Баршаңызға сәлем, аналар. Бүгін мен бауырдан жасалған тіске басар дайындағалы жатырмын. Оған керекті заттар: сарымсақ, пияз, сәбіз және де укроп қосамыз. Көкөністерді осылай турап алып, әуелі бауырды блендердан өткіземіз. Көкөністерді осылай саламыз, бірге қосып, сарымсақты бәрін салып өткіземіз блендердан. Жақсылап өткіземіз. Укропты да саламыз. Қызған табаға жақсылап қозғап пісіріп аламыз. Құрамына қайнатылған 2 жұмыртқаны осылай қолменен езіп аламыз. Қаймақ саламыз. 2 ас қасық қаймақ жетіп жатыр. Огурцты ұсақтап тураймыз. Болған паштетімізді саламыз, араластырып біріктіреміз. Дайын болған паштетті қара ұннан жасалған нанға тағып бауырға береміз.